Қайырлы құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға құрылыс өндіріс технологиясы пәнінен 12-ші дәрісімізді жалғастырамыз. Тақырыбы үлкен бойлы ғимараттың вантлық жабынын монтаждау. Үлкен алаңдарда жабу қажет болатын құрылымдарда аспалы жабындар өте тиімді. Жабық стадиондар, цирктер, базарлар, көрме залдары көбінесе осындай жабын құрылымына ие. Себебі аспалы жабындар жабылатын алаң бірлігіне материал шығын жағынан тиімді және құрылысын жүргізуге еңбек сыйымдылығы төмен болады. Созылған аспалы элементтер қатты тірек конструкциямен бекітіледі. Олар тірек контуры колонналарға сүйену мүмкін емес, немесе жүктемені іргетасқа жеткізетін көлбеу рамалар мен арқалар түрінде орындалуы мүмкін. Келесі слайдта көріп тұрсыз, сол вантлық құрылымдардың көрінісі, жалпы стадиондардың қалай көрініс көріп тұрсаңыздар, яғни ешқандай тіреусіз үлкен бойлықта орналасқан вантлық құрылымдың көрінісі. Вантлы конструкция сфералы болады, себебі көріп тұрсаңыздар, ол үлкен бойлықта болғаннан кейін оған ұзын бойлы тіректерді салу мүмкіндігі жоқ, сондықтан көбіне иілмелі ванты құрылым қолданылады. Үлкен аралықта құрылымдардың аспалы жабындардың бір түрі болып табылады. Ванты конструкциялармен жабылған ғимараттар жоспарда тік төртбұрышты, сопақ немесе дөңгелек пішінді болуы мүмкін. Ал ванттар қабық бетінің негізгі бағыттар бойынша параллель, радиалды немесе айқас бағытта орналасады. Вантлы құрылымдар ретінде болат шыбықтар, сымдар немесе арқан түрінде элементтер қолданылуы мүмкін. Оларды орнатудың жеңілдету үшін кейде фермаларға біріктіреді. Жалпы міндетті сымдар немесе арқан түрде деген конструкция айтады. Сондықтан арқанды түрінде көбіне қолданылады. Тірек элемент ретінде тартылған болат арқандар қолданылатын жабынды айтады. Ал байтты жүйе өз кезегінде барлық көлденең және тік жүктемелерді қабылдайтын тірек контурына сүйенеді. Тірек контуры колонна немесе тіреу бар қабырғалар қатарынан тұруы мүмкін. Ашық немесе тұйық түрде орындалуы ықтимал. Әдетте ванттар колонналарға тірелетін тұйық темірбетон сақина тартылып бекітіледі. Бұл сақина барлық көлденең жүктемелерді толық қабылдайды және колонналарға атап кететін болсақ, ванты дайындау, ванттарды монтаждау және олардың бастапқы кернеуін орнату, көлденең ванттарды монтаждау және олардың кернеуін орнату, жабын плитаны монтаждау, вант жүйедегі кернеу, үлкен аралықтарда аспалы конструкциялармен жабу технология схемасы. Көріп тұрсаңыздар, бойлықтан электр шығыршығы және башнялы крандар және вантлы арқандарды қолданады. Ванттарды орнату бастамас бұрын металл немесе темірбетон тірек контурын дайындау қажет. Вантты арқанмен аралықты жабу кезінде жұмыстарды орындау реттілері көрсетілген. Атап кететін болсақ, вантты арқанды барабанға орап, кранмен орнату орнына жеткізеді. Арқанның бір ұшын тірек контурында анкермен бекітеді. Арқанды жазып бақылау жүкпен жабдықтайды. Жобалық орынға көтеріп, электр лебедкімен, яғни электр шығырмен кернеу жасап, тірек контурына қарама-қарсы жағынан бекітеді. Барлық ұзындығы бойымен арқандарды орнатқаннан кейін вантты жүйенің нүктелерінің орнын геодезиялық тексеру жүргізіледі. Көлденең ванттарды орнатады және оларды жұмысшы ванттармен қиылысатын жерлерінде бекітеді. Жабын плиталарын төменнен жоғары қарай орналастырады. Жүктелген вантты жүйені кернеу жасап, тігістерді және контурлық учаскелерді бетондап бекітеді. Типтегі аспалы жабынды монтаждау схемасы осы слайдта анығымен көрсетілген. Типті аспалы жабын 40 мм диаметрі арматура болаттан жасалған, düz 8 радиалды ванты және траншея пішін темірбетон плиталарынан тұрады. Жабын сыртқы темірбетон сақинасына және 9 метр диаметрі бар орталық болт сақина бекітілген, ал 1,5 метр диаметрді болат колоннаға сүйенеді. Ішкі сақинаның белгілері 20 метр, ал сыртқы сақинаның белгілері 8,8 метр. Сондықтан қазіргі таңда құрылыс өндіріс технологиясы ванты конструкцияны кеңінен қолданады. Назарларыңызға рахмет. Осымен 12-ші дәріс аяқталды.